парасаттылық деген өзінің адалдылығын және де өзінің ниетінің дұрыстығын, өйткені адамға деген жақсы көңілін көрсете білу, және де өзінен үлкенге де кішіге де ізет білдіру деп ойлаймын. Негізі балалық шағымда енді негізі басқа мамандық боламын деп ойлағам. Өйткені негізінде дәрігер мамандығын таңдаймын деп ойлағам. Бірақ кейіннен Семей қаласында арнайы оқу орнында оқып жатқан кезде қазақ күресіне келдім. Қазақ күресіне және самбо күресі, дзюдо күресімен күрестім. Содан бері еңбектеніп келіп, жаңағы жақсы жаттықтырушыларға кездестім деп айтуға болады. Бірінші алла, екінші тренерім арқасында шындығында үлкен белестерді бағындырдым. Және де ол кісілердің талмай еңбектерінің арқасында қаншама адал істер көрсеткені, қаншама ақыл айтқаны, қаншама екінші әкем болып кетті деп айтуға болады. Өйткілердің ақылы әбден құлаққа құйылып, қаншама артымыздан қарап отырып, қаншалықты жаңағыдай жаттығу жасап жатыр, соның бәріне зейін қойып қарап отырып, соның бүгінгі күнде жемісін көріп отырмын деп айтуға болады. Әділетсіздік енді кейбір кездерде болады, бірақ енді жаңағы қай облыста болсын тартып кетіп жатады, кейбір кезде енді әртүрлі жағдайлар болады, бірақ енді менде ондай көп болған жоқ. Өйткені ондай нәрсеге жол бермеуге тырысамын. Или толығымен жеңілу керек, или толығымен ұту керек те, өз еңбегімен. Жаңағы дауға салып, жаңағы күшке салып жатқан, ол мен ойлаймын дұрыс емес. Күреске берілетін 5 минуттың ішінде сен әдіс жасап үлгеруің керек. 5 минуттың ішінде жасамағаннан кейін енді ар жағының бәрі енді әуре болып кетеді. Мен өмірдегі үлгі тұтатын тұлғалар, біз енді спортшы болғаннан кейін жаңағы қазақтың тұңғыш олимпиада чемпионы былтырғы жылы өмірден озып кетті, Жақсылық Үшкемпіров ағамыз. Және де осы призер олимпиада чемпионы, әлемнің бірнеше дүркін союздің чемпионы Дәулет Тұрлыханов ағамыз, спорттың қазіргі алдағы біздің үлгі тұтатын ағаларымыз деп айтуға болады. Одан кейін де олимпиада ұтқан чемпиондар қаншама азаматтар бар. Енді солардың барлығын біз үлгі тұтып, сондай ағаларымыз сияқты болсақ екен деп, сол кісілердің жаңағы еңбекқорлығын қарап, бүгінгі күнде сондай сабақ алып, сондай белестерге жеттік деп ойлаймын. Елжан Нұрпақ деген өз еліне еңбек ете білетін, өзім деп ойламайтын, адал, таза шын жүрегімен беріліп істейтін адамды ұлтжанды деп айтуға болады. Өйткені ол өз елінің, мен енді спортта жүрген кезде мен өзім үшін еңбектенемін, бірақ елімнің намысын қорғау. Біз оқу жаттығуда жаңағы сбор дейді, сбор уақытында біз абай жолын жиі оқитынмын. Одан кейінгі Қажымұрат ағаларымыздың кітабы, Бауыржан Момышұлы аталарымыздың кітаптары сборда шама жеткенше оқуға тырыстық біз. Парасатты қоғамды құру үшін қаншама еңбек тер төгу керек болады деп ойлаймын. Өйткені еріншекті жалқаулықты тастау керек. Парасаттылықты таныту үшін ниет түзу болу керек, әрқашан жанашырлығы мол болу керек, және де жалқаулықты жеңу керек. Сонда біздің елде парасатты қоғам болады деп ойлаймын. Өмірлік ұстаным, өмірге қалай келдім, солай қарапайым болып қалу. Арманым қазақ елінің тәуелсіздігі ұзағынан болуы, еліміздің болашағы жақсы болуы, бізден кейінгі бауыр қарындас тек жақсы өмір сүріп, жақсы білім алып, еліне адал қызмет етсе деген арманым.